Қазақстандық қоғам қазір елде салауатты диалог жүргізуге дайын екенін көрсете білу керек. Біз сол кезде ортақ әңгіме, ортақ мәміле таба аламыз. Ал екі жаққа текетіресте тұрып, ерегеспен ештеңе шеше алмаймыз. Сондықтан ұсынылып отырған конституция жобасы бұл біздің ең бірінші кезекте сыртқы тәуекелдерге дайындығымыз деп жалпы сипаттан қарау керек. Конституция деген бұл мақала емес, публицистикалық әңгіме емес бұл. Бұл бағдарлама емес. Онда бәрін тігісін жазып айта алмайсың. Ол құжат. Оның жалпы сипатынан, жалпы мазмұнынан біз осындай рухты сезуіміз керек. Қазір мына дүбірлеп тұрған әлемде Қазақстанның елдігін, тәуелсіздігін сақтап қалу тұрғысында біз алаңдаушылық білдіруіміз керек. Дүниежүзінің картасы бөлініп жатқан кезде біз кімге күш көрсететіндей әлдеміз? Біз маңайымыздағы 7,5 мың шақырым шекараны жауып жаба алмай жатырмыз. Ол жердегі 14 застав әлі салынбай жатыр. 80 мың ғана әскеріміз бар. Осы жағдайда біз елдегі реал жағдайды түсініп, осындай бір азаматтық пайыммен осы ұсынылып отырған өзгерістерді қабылдай білсек деген менің ұсынысым бар. Рахмет назарларыңызға.